Сәлем достар, біз бүгін сіздермен осындай керемет панкейк әзірлейтін боламыз. Қараңыздаршы, прям жұмсақ болып, пышный болып, әдемі болып шықты. Медпен немесе шоколадпен жесеңіздер керемет болады. Бізге қажетті ингредиенттер ол үшін таза ыдыс, венчик, қант, ас содасы, ұн, 1 кружка сүт, разрыхитель және де 3 жұмыртқа қажет болады. Бұл ингредиенттерді рет-ретімен араластыра отырып, қазіргі алдағы уақытта әзірлейтін боламыз. Және де міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ең бірінші жұмыртқаны осылай араластырып аламыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып болған соң, үстінен қант салатын боламыз. Мен араластырып болып қалдым. Және де ас қасықпен өлшеп саламыз. Төрт ас қасық салдым. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Келесі кезекте бізде разрыхитель. Оны да көз мөлшерімен салуды жөн санадым. Осындай мөлшерде ғана, көп емес, аз емес етіп салдым. Және де бұны да жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде ас содасын саламыз кішкене мөлшерде. Себебі ол біздің панкейкіміздің пышный болып шығуына өз септігін тигізеді. Және де 1 кружка сүтімізді құятын боламыз үстінен. Құйып, жақсылап араластырамыз. Егер үйде какао болса, какао қосуларыңызға болады. Ол өз еріктеріңізде. Барлығын жақсылап араластырып алып. Және де ең соңынан біз ұн салатын боламыз. Ұнды да осылай 4 ас қасық салайын. Бәрін бір келкі етіп араластырып, массамызды дайындаймыз. Бізде осындай керемет масса шықты. Қараңыздар, беті көпіршік болып тұр қазір. Өздеріңізге ыңғайлы ыдыспен осылай араластырып қозғап аласыздар жақсылап. Және де қызып тұрған табада пісіруге кірісетін боламыз. Табаға ешқандай май құймаймыз. Осылай бір-бірден салып пісіретін боламыз. Панкейки пісті деген сөз, оның бетіне осылай көпіршіктер шыға бастайды. Келесі бетін қорықпай аудара берсеңіздер болады. Біз барлығын осылай бір-бірден етіп пісіріп аламыз. Ыдыспен формаға келтіріп алсаңыздар да болады. Міндетті түрде бет осылай белгі беретін болады бізге. Сол кезде аударатын боламыз.